Архимед күші. Судың ішіне бір денені орналастырайық. Енді судың ішінде денеге гидростатикалық қысым әсер етеді. Формуласы бізде ρ, G, H. Енді Паскаль принцип бойынша қысым әртүрлі бағытта бірдей таралады. Сондықтан, мысалы, еннің биіктігі немесе тереңдігі аз болғандықтан қысымы аз болады. Енді тереңдік артқан сайын байқасаңыз қысым да қабырғаларға артады, және ең төменгі нүктеде қысым көп болады. Енді мына қысымдар бір-бірін әсерін жояды, бірақ мынау денеге төменнен қысым көп болғандықтан мына жерде қысым айырмашылығы пайда болады. Осы қысым айырмашылығынан жоғары қарай бір жоғары көтеруші күш пайда болады. Бұл күшке біз Архимед күші дейміз. Архимед күшінің формуласы ρ, V, G. ρ деген сыртқы сұйықтың тығыздығы, V деген ығыстырылған су көлемі, немесе дененің су ішіндегі көлемі болады. G біз білетіміз 10 метр секунд квадрат.